Халық әндерінде Шилі өзен қамсай, бізді ойлай жүр танысай дейтін керемет жолдар бар. Және қазақта ерді намыс өлтіреді, қоянды қамыс өлтіреді дейтін тәмсіл бар. Олай болса, осы қарапайым қамыс өсімдігінің қандай қасиеті бар? Қамыс көп жылдық шөптесін өсімдік. Тамыры дәрі болады. Маусым қазан айларында қазып алып, шашақ тамырын және өркенін алып тастап кептіріп алады. Ем болатын аурулары өкпенің іріңді ісігіне, кеңірдекшелердің кеңеюіне, нерв сипатты құсуға, ыстық өрлеп шөлдегенде, қызылша шыққанда дене сарғаюға, ақазан ыстығы асып құсқанға, несептің аз әрі сарғайып келуіне ем болады. Қамыс тамырының ем болатын аурулары және істетілуі төмендегідей болады. Өкпенің іріңді ісігіне, қақырығы сасық болып, қан аралас келгенде қамыс тамыры 50 грамм, түйнек қонақ 15 грамм, шабдалы дәні 10 грамм, көк асқабақ дәні 50 граммнан алып суға қайнатып ішеді. Екінші рецепт бойынша, қамыс тамыры 50 грамм, түйнек қонақ 75 грамм, ақ лобы, яғни редиска тұқымы 50 грамм, көк асқабақ тұқымы 75 грамм, тау дәрі 100 граммнан суға қайнатып ішеді. Қамыс тамырынан дайындалған дәріні 8-9 күн ішкеннен кейін ауру белгілері басылса, төмендегі рецепт бойынша дәрі ішу керек. Қоңыраугүл 6 грамм, қаратамыр 6 грамм, тау дәрі 50 грамм, түйнек қонақ 75 грамм, ақ лобы, редиска тұқымы 50 грамм, жихуа 12 грамм, бытпылдық шөп 15 грамм, қамыс тамыры 50 грамм, көк асқабақ тұқымын 150 грамм суға қайнатып ішеді. Жүйке, яғни нерв, сипатты құсыққа, қамыс тамырының бунақтарын алып тастап 15 грамм, қызанақ, яғни помидор, плегі 6 грамм, шикі жаңпизыдан 3 жапырақ суға қайнатып, суығанда ішеді. Қызылша сыртына шыққанда, қамыс тамыры 50 грамм, аскөк тамыры 7 тал, бақа жапырақтан 6 грамм суға қайнатып ішеді. Қолдану мөлшері 25-50 грамм шамасында болады. Сіздердің тыңдағандарыңыз Мақсат медициналық орталығының бас директоры, философия ғылымдарының фейжи докторы, жоғары санатты дәрігер, балалар және ересектер неврологы Мақсат Әбдіқадырұлының мұрағат қорынан алынған қарапайым қамыстың емдік қасиеті хақындағы пайдалы кеңестер. Біздің каналға тіркелсеңіздер, қазақ медицинасына тән болған бұдан басқа да көптеген құнды деректер мен пайдалы кеңестерді тыңдай алатын боласыздар.